Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки Службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. И о предварительных итогах деятельности АО «Банк развития Казахстана» за 2020 год расскажут председатель правления АО «Банк развития Казахстана» Абай Саркулов, а также заместители председателя правления Думан Аубакиров и Сандугаш Кенжебаева. Құрметті спикерлер, алаңымызға қош келдіңіздер. Абай Саркулов, сөз сіздің өзіңізде, мархабат. Қайырлы күн, құрметті журналистер. Бүгін сіздермен банк жұмысының өткен жыл нәтижелерімен бөліскіміз келеді. Өздеріңіз білетіндей, COVID-19 пандемия кесірінен өткен жыл бүкіл әлем және еліміздің экономикасының барлық салалары үшін қиын болғаны рас. Алайда банк командасының арқасында оның нәтижелерге қол жеткізе алдық. Есепті кезеңде банк өңдеу өнеркәсібі мен инфрақұрылымға 506,2 миллиард теңге инвестициялады және әлеуметтік экономикалық тартымдылығы жоғары 34 ірі жобаны қаржыландырды. 12 ай ішінде Қазақстан Даму банкі жалпы сомасы 195,4 миллиард теңге 8 инвестициялық жобаны және 4 экспорт операцияны қаржыландыруға мақұлдады. Жобалар туралы әріптестерім кейінірек айтып береді. Кредиттік портфель бойынша мәліметтер. Қазақстан Даму банкының кредиттік портфелі көлемі 14,3%-ға артып, 1 триллион 974 миллиард теңге жетті. Банк өткен жылдың басында клиенттерінің әрқайсысы үшін дағдарысқа қарсы жеке жоспарлар түрінде қолдау шараларын әзірлеген болатын. 2013 жылдың Бәйтерек холдингі құрылған сәттен бастап, Қазақстан Даму банкының кредиттік портфелінің көлемі 5,2 есеге немесе 422%-ға артты. Дегенмен банк 21 жылға 10 қаржылық көрсеткіштермен кіретін атап өткім келеді. 2020 жылдың алдын ала нәтижелері бойынша Қазақстан Даму банкының таза кірісі 25,4 миллиард теңгені құрады. Меншікті капитал көлемі 516 миллиард теңгені, өсім 2019 жылмен салыстырғанда 21%-ды құрады. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстан Даму банкі қаржы қорын тарту құрылымындағы мемлекеттік бюджеттік қаражаттың үлесін азайту жолында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ішкі және халықаралық капитал нарықтарында қаражатты қарызға аламыз. Пандемияның алғашқы толқынының алдында өткен жылдың ақпан айында Даму банкі теңгемен деноминацияланған еуробондтарды шығара отырып, тиімді пайызбен 62 миллиард теңге сомадағы қаражат шетел елдерінен тартылды. Жыл соңында Еуразиялық даму банкі мен Қазақстан Даму банкі арасында 5,172 миллиард Ресей рублін кредиттік шарты жасалды. Бұл Еуразиялық экономикалық одақ аумағында бірлескен инвестициялық жобаларды қаржыландыруға мүмкіндік береді. Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында интеграцияны дамыту үшін ВБРФ, Еуразиялық даму банкі және Беларусь Республикасының даму банкімен ынтымақтастық туралы 4 жақты меморандумға қол қойылды. Осылайша 20 жылы тартылған қаражат қор көлемі 542 миллиард теңгені құрады. Оның 74,9%-ы нарықтық қаражат болып табылады. Банк мемлекеттік қаражаттың 1 теңгесіне нарықтан 2,198 теңгесін тартып отыр. Қарыздар туралы айтып кететін болсақ, 20 жылдың алдын ала қорытындылары бойынша банктың кредиттік портфелі қолындағы теңгедегі қарыздардың үлесі 20,15%-дан 54,15%-ға дейін ұлғайған. Қазақстан Даму банкі өнімді экспортқа өткізетін және шетел валютасында кіріс көздері бар жобаларды ғана шетел валютасында несиелейтін атап өткім келеді. Ары қарай банктың жобалары туралы менің орынбасарым Думан Аубакиров толығырақ айтып береді. Сондай-ақ банктың цифрлық дамуын, жаңа технологияларды енгізу туралы орынбасарым Сандуғаш Айбасын Кенжебаева айтып береді. Думан Бауыржанұлы, мархабат, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті журналистер қауымы. 2020 жылы банк жаңа атап өткендей 8 инвестициялық жобаны және 4 экспорттық операцияларды мақұлдады. Атап өткенде оны Алматыда Hyundai жеңіл автокөліктерді шығарылатын зауыты, Түркістан облысында Керуен сарай туристік кешені, Алматы облысында күн электр станциясын, тағы да басқалар жобаларды мақұлдады.
Және де өткен жылы бұдан басқа біз өзіміз қаржыландырған 9 инвестициялық жобаны жүзеге асырдық. Оны атап өткенде Ақмола облысында жел электростанция 50 мегаваттық, Алматы облысында күн электростанция Қаскелен 50 мегаваттық, Маңғыстау облысында Атырау мұнай машина жасау зауытын дамытуы, Маңғыстау облысында Ақтау резорт отелінің туристік кешені, Ақмола облысында бройлер өсіру бойынша құс фабрикасының екінші кезеңін іске асырдық. Аталған жобаларды іске қосуының арқасында республикада 1900-дан астам жаңа жұмыс орны құрылды. 2020 жылы кәсіпорындар республикалық бюджетке 17 миллиард теңгеде салық төледі. Қазақстан даму банкі 2015 жылдан бастап экологиялық таза өндіріс орындарын несиелендіріп келеді. Жаңа атап өткенде су электростанциялары, күн электростанциялары, жел электростанцияларын іске асырып отырмыз. 2015-2019 жылдары арналған индустриялық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының негізгі операторы болып табылады Қазақстан даму банкі. Осы бағдарлама бойынша 26 инвестициялық жобаны мақұлдады. Атап өткенде Ақтөбе рельс арқалы зауыты, цианисті натрий өндіру зауытын салу, темір жол дөңгелектерін өндіру кешенін құруы, Шымкент қаласында трансформаторлар өндіруі, Қарағанды қаласында ферросилиций өндіру зауытының, Шымкент қаласында метилтрет бутил эфирін өндіруі, тағы да басқа индустриялық жобалар. Индустриялық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру кезінде 5-5 мыңға жуық жаңа жұмыс орындарын құралды. 2020 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша жобаларды жаңағы біз қаржыланған жобалар 1 триллион 300 миллион теңгеге өнім сатылды. 1 триллион теңгеге өнім экспортталды. Бюджеттік салық аудармалары 187 миллиард теңге құрады. 2020 жылы жеңілдікті автокредиттеу бағдарламасы ұлттық банктен қаржыланатын 20 миллиард теңге бөлінді. Бұл арада қазіргі таңда бұл сомалардың бәрі игеріліп отыр. Нұрлы жол бағдарламасы аясында экспорттаушыларды қолдандыру банк 95 миллиард теңге тартып, оны экспортқа биылғы таңда бәрін қаржыландырып, және де 17 кәсіпорында 540 миллиард теңгеге сомаға айналым сомасы болады. Бұл 540 миллиард теңге құрап отыр қазір. Экспорттық өнімдердің тізіміне қуаттық майлы және құрғақ трансформаторлар, магистралды тепловоз, өсімдік майы, кондитерлер, сүт өнімдері, алкогольсіз сусындар, аммиак селитрасы, фосфор, тағы да басқа өнімдерді экспортқа шығарып отырмыз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Келесі сөз кезегі Сандуғаш Айбасқызы, өзіңізде. Банк развития продолжает реализовывать стратегию развития IT-системы в 5 направлениях. Это модернизация инфраструктуры и обновление оборудования, внедрение системы управления внутренними процессами банка развития, внедрение системы управления процессами взаимодействия с внешними контрагентами, развитие информационной безопасности и совершенствование учетных систем банка. В 2019 году мы завершили мероприятие по модернизации IT-инфраструктуры, что позволило банку развития увеличить эффективность и отказоустойчивость существующей инфраструктуры. Внедрение электронной цифровой подписи и переход на безбумажный документооборот во внутренних процессах банка позволил ускорить бизнес-процессы банка и пересмотреть комиссии по основной виду деятельности в сторону снижения. В результате данных действий в 2020 году банк в кратчайшие сроки одним из первых перешел на дистанционный режим.
работы. В период пандемии количество сотрудников, работавших офлайн, было сокращено до минимума, всего лишь 5-7 человек, что было обусловлено вопросами безопасности и требований к использованию платежных систем. В 2020 году банк запустил систему BPM, которая позволила автоматизировать процессы рассмотрения проектов на всех 3 этапах, от бизнес-предложения до банковской экспертизы, а также все сопутствующие процессы кредитования и кадрового администрирования. Команда Банка развития запустила личный кабинет на сайте Банка развития. Это CRM-система, которая позволяет на сегодня клиентам банка подавать заявки на финансирование дистанционно, а также отслеживать статус их рассмотрения. В планах и задачах банка расширить функции как BPM, так и CRM-систем. Так на сегодня отбор кандидатов и заключение с ними трудовых договоров реализованы в данных системах. И планируется внедрить функции взаимодействия и документооборота с заемщиками и внешними контрагентами. Продолжается работа по модернизации инфраструктуры, в том числе в 2020 году. Была внедрена собственная система IP-телефонии, закуплено мобильное оборудование, запущен процесс совершенствования учетных систем. На постоянной основе совершенствуется система защиты по направлению информационной безопасности. В 2021 году мы продолжим намеченные мероприятия по всем 5 обозначенным направлениям. Спасибо. Абай Серкович, подведите, пожалуйста, итоги ваших выступлений. Әріптестер, көп рахмет. Қазақстан даму банкі 23 жылға дейінгі даму стратегиясын қайта қарастыруда. Стратегияның жаңартылған нұсқасында банк құралдарын кеңейту жоспарлануда. Мысалы, синдикатталған қаржыландыру және басқа да несие құралдарын енгізу. Сондай-ақ біз квазимемлекеттік жобаларын үлесін азайтуды және жеке сектордағы кәсіпкерлікті қаржылық қолдауды арттыруды жоспарлап отырмыз. Жалпы жаңартылған стратегиямыз тұрақты дамуға, банктың диджитал мәдениетін дамытуға, сондай-ақ негізгі қызметімізбен несиелеу құралдарын жақсартуға бағытталатын болады. Енді биылғы жылы Қазақстан даму банкіне 20 жыл, біз үшін атаулы оқиға. Ағымдағы жылдың мамырына қарай осы 20 жылдың жұмысымызды қорытындылап сіздермен бөлісіп деп үміттенеміз. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Рахмет, құрметті әріптестер, сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопрос-ответ. И первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, об эффектах госпрограмм ГПИР «Нурлы жол». Государственные программы действительно реализуются в Казахстане уже, программа ГПИР уже 3-й этап. Достаточно много было сделано работы, много проектов мы одобрили. Но если говорить по цифрам, Банком развития привлечено 581 миллиард тенге. При этом на сегодняшний день мы освоили уже порядка 502 миллиардов тенге. Данные средства за счет действующих производств по 16 проектам обеспечили следующие эффекты. Это у нас от одного инвестированного в тенге получено 4,2 тенге выпуска и реализации готовой продукции, 2,9 тенге экспортной выручки и 0,6 тенге налоговых платежей. Также необходимо отметить, что реализованы такие крупномасштабные проекты в стране, это как Октябринский рельсобалочный завод, Проммашкомплект в городе Экибастуз, YDD в Карагандинской области, Макинская птицефабрика. В прошлом году запущен был автомобильно-строительный завод в Hyundai в Алматинской области. Если говорить про программу «Нурлы жол», банк является оператором по финансированию экспортных операций. За счет финансирования экспортных операций наша продукция на сегодняшний день экспортируется в порядка 80 стран. Продукция такая, как вот говорил ранее заместитель, это и аммиачная селитра, это так и безалкогольные наши напитки, молочная продукция. То есть во все страны мы открываем пути, даем возможность и оказываем финансовую поддержку нашим экспортерам. Благодарю за ответ, Абай Серкович. Құрметті спикерлер, дәл қазір біздермен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бейне байланыста. Асима Бұхарбаева Қазақстан ұлттық арнасынан өз сұрақтарын алғашқы болып қояды. Асима ханым, қайырлы күн. Асима ханым, байланыстасыз ба? Асима ханым.
Сұрақтарыңызды қоюға дайынсыз ба? Қайырлы күн, естіліп тұр ма даусым? Естіліп тұр, мархабат. Қайырлы күн, естіліп тұр ма даусым? Осындамын. Естіліп тұр, Асима ханым, сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Қайырлы күн, естіліп тұр ма даусым? Қайырлы күн, естіліп тұр, дайын. сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Жақсы. Қайырлы күн. Қазақстанның даму банкі Қазақстан даму банкі отандық автомобильдерді қаржыландыратыны белгілі, көрермендер тарапынан траншқа қатысты сұрақ көп. Бұрындары жылына 2 рет болса, қазір 1 рет қана, әрі қаржы көлемі аз дейді, ал сұраныс жыл сайын артып жатыр. Осыған қатысты түсіндіріп өтсеңіздер. Жалпы транш биыл қашан бөлінеді, қанша бөлінеді, қандай жоспарларыңыз бар? Бұл сұраққа рұқсат болса мен жауап берейін. Негізі біз автомобильдер жаңағы жеңіл несиелер беретін жоба бойынша біз оператор боламыз. Биылғы таңда 20 миллиард бөлінеді деп қазір жұмыс жүргізіп отырмыз. Наурыз айынан басынан бастап екінші деңгейдегі банктарға бұл ақша беріледі. 20 миллиард. Жауабыңызға рахмет. Асима ханым, нақтылайтын сұрақтарыңыз бар ма? Асима ханым. Олай болса, келесі журналистке өтсем. Наубет Бесенов, Bloomberg News, готов задать свои вопросы. Наубет, здравствуйте. Сонымен 1 рет қана бөлінеді, наурызда ғана? Иә. Асима ханым, сізге өтініш, интернетіңізді кішкене дұрыстасаңыз, сосын дайын болсаңыз, біз сізге қайта ораламыз. Наубет, пожалуйста, ваши вопросы. Попросить вас рассказать про планы БРК по заимствованию в этом году. Сколько и где, и когда будете занимать денег? Спасибо. Разрешите, я отвечу на этот вопрос. Спасибо, Наубет, за тем, что следите за банковской деятельностью. У нас все зависит от конъюнктуры рынка. Мы, в принципе, готовы, и у нас есть большой опыт привлечения денег как и на международных рынках капитала, так и в Казахстане. В этом году по плану мы планируем освоить порядка 439 миллиардов тенге, то есть инвестировать в экономику. На сегодняшний день ожидаем порядка 200 миллиардов в этом году разместиться и привлечь средств либо на внешних рынках, либо на внутреннем рынке капитала в Казахстане. Спасибо. Наубет, есть ли еще вопросы? Пока не знаете, да, будете ли за границей размещаться или в Казахстане? Если за границей, то где? Вот детали не знаете, да, пока? Ну, у нас есть планы, просто все зависит от конъюнктуры рынка. Мы, конечно же, готовы и разместиться, как и в прошлом году, на европейских рынках, выпустить деноминированные евробанды в тенге. Но при этом, сами знаете, сейчас пандемия не позволяет этого делать, то есть очень усложнены перелеты. Мы будем смотреть за пандемией. Если вдруг откроются рынки, мы, в принципе, готовы выйти и на международные рынки. Пока ожидания такие, что будем в Казахстане размещаться, пока это нам позволяет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какую роль играет Банк развития Казахстана в обрабатывающей промышленности Казахстана? Наверное, тоже тут скажу. Да, обрабатывающий сектор в Казахстане достаточно серьезно уделяется внимание со стороны правительства. Необходимо отметить, что поступательно мы повышаем роль в экономике. За последние 10 лет среднегодовой рост обрабатывающего сектора составил 4,7% и стал уже опережать горнодобывающий сектор. Доля обрабатывающего сектора в ВВП выросла с 10% до 11% в 2019 году. При этом необходимо отметить, что идет трансформация обрабатывающего сектора, создаются новые сектора экономики, это и
промышленность, это и железнодорожное машиностроение, это и титановая промышленность. Мы активно в этом участвуем, и в химической промышленности активно участвуем. При этом смена спецификации экономики и выход на новый уровень, конкурентоспособный уровень, это процесс достаточно такой долгосрочный и требует существенных ресурсов, как и трудовых, так и финансовых. Для этого мы поэтапно будем обеспечивать наши сектора экономики через активное привлечение финансовых средств в эти сектора экономики. Спасибо за ответ. Келесі сұрақта Бақ Кейзеттің тілшісі жолдапты. Өткен жылы төтенше жағдай кезінде банк тарапынан клиенттерге қандай қолдау, жеңілдік шаралары ұйымдастырылды? Мен жауап берейін бұл сауалыңызға. Айта кететіні бар, 2020 жыл біздің еліміз үшін, бүкіл дүниежүзінің елі үшін төзімділікке елеулі сынақ жылы болды. Біздің банктың іс-шараларына келгенде айтайын, 2020 жылдың басынан, февральдың ортасынан бастап, барлық банктың қаржыландырылған жобаларында біз осы пандемия дағдарысына, нарықтың өзгеру деңгейлеріне арнайы жеке-жеке стресс-тест талдауын жасадық. Соның нәтижелері бойынша дағдарысқа қарсы жүйелік антикризистік дағдарысқа қарсы жобамызды дайындадық. Сонымен қатар оны мемлекеттік органдармен келістіріп тағайындап, жылдың басынан бастап біздің несие алушыларға көмегімізді көрсеттік. Оның ішінде біріншіден қажет жерде несие шарттарын қайта қарадық. Сонымен қатар біріншіден құрылыс жүріп жатқан жерде шекара жабылған кесілінен ол жұмыстың бәрі тоқтап, біздің жобаларға қиыншылықтар туды. Оның барлығын, сондай жағдайлардың барлығын біз форс-мажор есебінде келістіріп, ешқандай сол несие алушыларға ешқандай айыппұл, ешқандай санкцияларды бәрін алып тастадық. Сосын қажет жерде теңгеде қаржыландырылған жобалар үшін керек кезде несие шарттарын өзгертіп, болмаса доллар валютасына қаржыландырылған жобалар болса, қорландыру болған жағдайда қарызды айырбастау мүмкіндігін жасадық. Сонымен қатар айта кететін жай, банктың жұмысы бір күнге де тоқтаған жоқ. Алдын ала жоғарыда айтып кеткен шараларымызға орай 2020 жылдағы карантиннің шектеулеріне байланысты біз бір сағаттың ішінде қысқа мерзімде онлайн жұмысымыз форматымызды ауыстырдық. Сонымен қарай CRM жүйесін әзірледік. Сондай жұмыстар жасалынды. Жауабыңызға рахмет. На очереди деловое издание «Курсив» Куралай Абылгазина. Куралай, здравствуйте. Добрый день, коллеги. У меня 3 вопроса для БРК. Первый – это планирует ли БРК профинансировать новые проекты ВИА в 2021 году? Назовите, пожалуйста, примерную сумму, если можно, в долларах. Это первый вопрос. Ну, как уже было отмечено, в принципе, уже банком уже реализуются несколько этапов альтернативной энергетики. В текущем году также планируется каскад гидроэлектростанций в Алматинской области, в Карагандинской области солнечные электростанции, на границе Восточной и Алматинской, Восточно-Казахстанской области и Алматинской области также планируется строительство ветроэлектростанций. Порядка, если в мощности говорить, мы прогнозируем на уровне 200 мегаватт
производительностью 200 мегаватт. По сумме это порядка 80 миллиардов тенге, чуть больше 80 миллиардов тенге. В целом это наше участие. Если говорить о валюте, то Банк развития, в принципе, инфраструктурные проекты рассматривает только в тенге. Конечно, законодательство по ВИО позволяет его финансировать в валюте, однако мы с точки зрения снижения рисков валютных мы рассматриваем только в тенге. Куралай? Денис ответил. Да, можно уточнить, это, получается, вы кредитную линию на эти проекты открыли в 2020 году, да, все-таки, а они просто будут реализованы, начнут реализацию в 2021 году? Нет, абсолютно нет. Вы спросили вопрос в 2020-м. Это рассматриваемые проекты в 2020 году, которые мы будем, в 2021 году планируем к одобрению и к финансированию. Понятно, спасибо. У меня второй вопрос. На какую сумму БРК профинансировал проект ВИА за все время? Назовите сумму в долларах США, если это возможно. Просто не смотрели на сайте эту информацию, но несколько девальваций искажают картину сейчас. Поэтому мы запрашиваем сумму в твердой валюте. Спасибо. В твердой валюте мы можем сказать только в тенге, потому что в тенге мы профинансировали. Это порядка 70, чуть больше 70 миллиардов тенге это со стороны банка. В том числе участие, финансирование осуществляется со стороны инициаторов. Собственное участие порядка от 20%. Скажем так, на уровне 30 миллиардов профинансировано со стороны собственников. С нашей стороны это 70 миллиардов. Опять же, это гидроэлектростанции, ветро и солнечные электростанции. Это получается текущий портфель ВИА БРК, уже по которым кредитные линии были открыты, и они сейчас осваиваются. Абсолютно верно, да. В процессе освоения есть уже введенный в эксплуатацию. Понятно. И у меня третий вопрос. Планирует ли БРК профинансировать производителей оборудования или машиностроителей или другие какие-то производственные площадки, которые планируют участвовать в проекте расширения Карачаганака и во второй фазе Кашагана? То есть это эти проекты роста в нефтегазовой сфере, которые ожидаемы в ближайшем будущем. Спасибо. Да, эта информация у нас на сайте имеется. В разделе «Рассматриваемые потенциальные проекты» банком рассматривается участие в финансировании газоперерабатывающего завода именно в Атырауде. Мы рассматриваем участие, пока не могу сказать, потому что идет процесс экспертизы рассмотрения. Можно уточнить, газоперерабатывающий завод, о котором вы говорите, это тот, который будет построен на базе Кашагана, да, объемом 1 миллиард кубометров газа в год? Да, абсолютно верно. А планируемые суммы участия БРК и в целом суммы проекта есть какие-то оценки? Так, проект рассматривается в рамках софинансирования и синдицированного финансирования нескольких банков, в том числе и международных институтов. А примерные объемы финансирования еще неизвестны? Пока неизвестно, потому что это пул, скажем так, в рамках переговоров данный процесс еще идет. То есть в данном случае участие банков, какой банк на себя какие риски примет. Понятно. И уточнение последнее. Какие-то заявки касательно проекта расширения Карачаганака уже поступали или пока еще нет? Не совсем понял вопрос. Проекты, которые бы хотели участвовать в расширении месторождения Карачаганака. Если это будет касаться обработки, обрабатывающего сектора, переработки, тогда банк готов участвовать. Пока других заявок не было. Понятно, хорошо, спасибо большое. Спасибо за ответ.
Куралай, спасибо вам за ваши вопросы. Келесі екі сұрақты Адырна ұлттық порталынан Диана Асан жолдапты. Өткен жылы банк ел экономикасына қанша қаражат жұмсады? Мемлекеттік инвестициялық қызметі қаншалықты жетілдірдіңіздер? Айтып кеткендей, біз былтыр 506 миллиард теңгені инвестицияладық банк тарапынан. Жетілдіру мәселелері жаңа Сандуғаш айбасына айтып кетті. Жеке кабинет құрастырылды, банктің ішіндегі трансформацияны жүргізіп жатырмыз. VPN система қосылды, CRM система қосылды. Бұл бәрі біздің клиенттеріміз үшін өте ыңғайлы деп ойлаймыз. Өйткені онлайн форматта бәрі жұмыс істелініп жатыр. Ешқандай қағаз құжаттары керегі жоқ. Жай ғана ЭЦП алса, онымен жұмыс істеуге болады. Жауабыңызға рахмет. Скажите, пожалуйста, почему БРК финансирует крупных монополистов Казахстана, таких как Казахтелеком и Казцинк? Казцинк, наверное, это не монополист, это крупный производитель, да, горнодобывающей отрасли. В принципе, мандату банка, банк финансирует в соответствии с мандатом своим, если имеется там процесс переработки, обработки. В данном случае в процессе операционной деятельности у Казцинка возникают там вопросы на модернизацию, расширение производства. Банк участвует, допустим, с Казахтелекомом у нас участие — это финансирование именно доступа интернета к населенным пунктам, государственным учреждениям. Это широкополосная программа в рамках государственного частного партнерства. Какие проекты вы финансируете в пищевой промышленности? В пищевой промышленности, как уже было отмечено, мы уже вторую очередь ввели в Акмолинской области, это по производству охлажденного мяса курицы. Именно в прошлом году также одобрены проекты были именно в Петропавловске. Это масло прессового завода. Также ранее банком были профинансированы такие производства, как переработка кукурузы, патока, крахмальный патока. Также мясоперерабатывающие заводы. В истории банка эти проекты были. Если есть в аграрных проектах переработка, то банк участвует. Это соответствует нашему мандату. Рахмет, и последний, думаю, очень важный вопрос. Высказывается недовольство низкой локализацией легкой и тяжелой промышленности в Казахстане. В частности, поднимается вопрос отечественного автомобилестроения. На фоне новости о том, что в Узбекистане будут выпускать автомобили Kia, казахстанцы задаются вопросом, почему автомобили казахстанского производства, в отличие от узбекских, не предоставлены на экспорт и имеют дорогие цены на внутреннем рынке. Опять же, давайте я отвечу. На самом деле, как бы имеется соответствующее соглашение у каждого производителя с государством, с министерством в части локализации. И целенаправленно сейчас вот эти заводы, допустим, Костанайский завод и Алматинский заводы, они уже планируют вопросы там, именно локализации, да, строительства заводов рядом с основным производством. Если говорить об экспорте, экспорт уже осуществляется. Допустим, по сравнению с 2019 годом, в 2020 году, по информации автопроизводителей, экспорт составил порядка 8 тысяч, ну, там более 8 тысяч автомобилей. То есть это налицо рост в несколько раз, в 4 раза. Благодарю за ответ. Уважаемые спикеры, я благодарю вас за предоставленную информацию, уделенное время и за то, что вы ответили на все вопросы, поступившие. Құрметті әріптестер, осымен орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей көрсетілімді тәмамдаймыз. Эфирде келесі жүздескенше.